Сәлем достар, бүгін пирогтың 90%-ын менің қызым өзі дайындады. Достар, сіздермен Азая. Біздерді қолдап, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пирогтың аты 12 қасық деп аталады. Егерде таразыларыңыз болмаса, барлық қажетті құрамды 12 ас қасықпен өлшеп саласыздар. Алдымен 3 жұмыртқаны қантпен қосып, ағарғанша миксердің көмегімен араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың үстіне 12 қасық сүт, 12 қасық сұйық май құйып, массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Енді үстіне ванилин ұнтағын қосамыз. Қопсытқышпен ұнды електен өткізіп, миксердің көмегімен немесе өзіңіз араластырсаңыздар да болады. Азалияға пирогтың жасалу жолы ұнаған соң, барлығын өзі араластырып шықты. Диаметрі 24 см болатын формаға сұйықтығымызды құйып, 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінеге пирогымыз дайын. Көріп тұрғаныңыздай пирог өте жұмсақ, әрі дәмі хош иісті болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан мен Азалия, астарыңыз дәмді болсын.